Кішігірім ауылда 7 жігіт болып мектепті бітірдік. Ерте үйленгендері де бар арасында. Мен 4-ші болып үйлендім. Менен кейін Айдос деген құрдасым үйленді. Барлық құрдас болып атсалыстық. Менің кішкене тамадалық өнерім болған соң, құдалардың ішінде жүрем ылғи. Аман есен құдаларды шығарып салған соң, арада 2-3 аптадан кейін киім әкелетін болып, қайта жиналдық. Бірақ ол кезде мен және ауылда бойдақ Руслан деген досымыз екеуміз бардық. Руслан қазан ошақ жақта, мен сол құдашалардың арасында құйып ішкізіп күтіп жүрмін. Досымның келіншегінің әпкесі келді, тартымды, қара тор келген бойдақ екен. Есімі Жанерке, досымның келіншегі екеуінің арасы 2 жас. Ол кезде әпкесінің жасы 24 екен. Сомен соны қайта-қайта ішкізіп билетіп жүрдім. Мен туралы информация білмейді, танысып дұрыстап нөмірін алып алдым. Сомен аман есен шығарып салдық. Араға 2-3 күн өткесін хабарластым, әңгімеміз жарасып кетті. Сомен кездесіп жүріп 1 ай дегенде әрең көндіріп беріп алдым. Солай бір қалада болған соң, аптасына 1 рет кейде 2 аптада 1 рет кездесіп итерісіп жүрдім, себебі жігіті бар еді. Менің әйелім бар екенін білетін ол. Сомен примерно жарты жылдан кейін бір күні хабарласады, келші деп, барсам көңіл күйі жоқ, ішейік дейді, іштік, итерістік. Сөйтсем жігіті тастап кетіпті. Солай 1-2 ай жатып жүрдім, ол кезде 2-3 күн сайын кездесетін едік. Bir күні көтеріп қалғанын айтты. Как обычно сомнение ұстадым, перісіп жүрген қыз, жігіті барда менімен итеріскен қыз, енді жігіті жоқ кезде, явно басқа біреулермен жатуы мүмкін ғой. Ол сенен басқа ешкіммен жатып жүрген жоқпын дейді. Алдыртып тастайық, ақшасын берем десем, алдыртпаймын дейді. Сроғы кішкентай 5-6 апталық. Сосын ауылдағы бойдақ құрдасым, өзім омын, қызбен жүрмеген, сол есіме түсті. Басында көргенде әдемі екен деп сүйсініп қараған құдашаға. Ауылға бардымда құрдасыммен бірге іштім, сөйтіп әңгімеге тарттым, қашан үйленесің деп, ол қыз жоқ анау мынау дейді. Айттым, құдашаға үйленесің ба, ол көнбейді ғой дейді, көндіреміз, сен үйленем десең болды дедім. Мен итеріп жүргенімді ешкім білмейді. Содан келісті ол, Жанеркеге айттым, бір вариант бар, заты таза атың шықпай туып аласың деп. Келісті ол да, сомен досыма айттым, сенің қайынбекеңді Русланға алып берейік деп, ол қалай болады, анау мынау деп, норм болады, еш уайымдама деп көндірдім. Уақыт өте аз, солай 1 аптаның ішінде барлығын реттеп алып қашқан сияқты болып, Русланды үйлендіріп жібердік. Ешкім еш нәрсе білмеді, құрдастар арасында прикол жүреді ғой, қатының қыз боп келді ма деп, Руслан иә деп қояды. Даже өтірік бір нәрселерді қосып қояды, әрең алдым ғой қыздығын деп. Содан кейін жоламадым, Жанеркеге аман есен қыз босанып алды. Расымен маған ұқсайтын сияқты. Шынымды айтсам білмейм, менің қызым ба, или басқа ма. Бірақ құдашаның сөзіне қарасам сенің қызың дейді. Қазір Руслан мен Жанеркенің 4 бала шағасы бар. 2 қыз және 2 ұл. Алды 2-ші сыныпта оқиды, то есть менің қызым. Кішісі 2-де. Мені қатты боқтамаңыздар. Еркектер мені түсінеді деп ойлаймын. Құрдасыма алып бергенім дұрыс болмады әрине, бірақ ситуациядан тып-тыныш шығудың жолы осы болды. Зато волки сытые и овцы целые.